Трайфлдарымызды дайындаймыз. Алдымен черный лист трайфлының вишневый начинкасын дайындап аламыз. Ол үшін вишняға замороженный секер қосып, екеуін ерітеміз. Крахмал қосамыз 2 қасық. Жақсылап еріп біріккеннен кейін осылай басқа ыдысқа салып аламыз. Енді англис кремін дайындаймыз. Ол үшін сүтті ысытамыз. 1 жылтоққа секер қосып, екеуін бірге араластырамыз. Сүтке қосамыз. Ванильный сахар қосамыз 1 пачкасын. Араластыра береміз. Енді ұн мен крахмалды қосамыз. Кукурузный крахмал. Жақсылап араластырамыз. Комақтар болып қалмау керек арасында. Араластырып тұру керек, әйтпесе асты жабысып қалады. Осылай қоюланып бастаған кезде астын өшіріп, шоколад қосамыз, ақ шоколад. Жақсы качественный шоколадтан қолданыңыздар. Одан кейін сармай қосамыз, ерітеміз. Бұны да суытуға басқа ыдысқа салып алып қоямыз. Бетіне в контакт пленка жабамыз, беті қатқалмас үшін. Енді ванильный бисквитімізді дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқа мен секерді ағарғанша араластырамыз. Миксеріміздің ыдысы тап-таза болу керек. Ванильный сахар қосамыз. Осылай ағарғаннан кейін жұмыртқамыз ұнға разрыхлитель қосып, жұмыртқамызға қосып, жақсылап басып алмай араластырамыз. Астынан жоғарыға дейін араластырамыз. Сосын сұйық май құйып тағы араластырамыз. Рафаэлло үшін кокосовый стружка қосамыз. Осыны пергаментке жаямыз 4 бұрышты қылып. 150 градус қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Енді шоколадный бисквитімізді дайындаймыз. Ол үшін какаоға қайнаған су құйып, сұйық май құйып араластырып қоямыз. Енді жұмыртқа мен секерді жақсылап ағарғанша араластырамыз. Миксеріміздің ыдысы тап-таза болу керек. Жұмыртқамыз осылай ағарғаннан кейін жаңағы какао сұйық май қосылған массамызды құйып тағы бір араластырамыз. Енді ұнға разрыхлитель қосып, екеуін жақсылап араластырамыз. Бірікпей қалмау керек, барлығы бірігу керек, біркелкі болып. Енді тестімізді 4 бұрышты қылып жайып, 150 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз. Енді Рафаэлло трайфлы үшін крем дайындаймыз. Крем пломбир, ол үшін бізге сливки мен сгущенканы миксермен араластыруымыз керек. Миксердің жай жылдамдығында араластырып бастаймыз. Жылдамдықты көбейтіп отырамыз. Қатты қою масса болмайды. Осындай қаймақ сияқты крем шығады. Енді бисквитімізді сол трайфлдың ыдысымен бірдей қылып бөлеміз. Ыдысымызға азғантай крем жағып шығамыз. Бисквиттерімізді қоямыз. Пропитка жасаймыз. Мен сгущенкаға азғантай су қостым.
өзіңіз қалаған пропитканы жасай беруге болады. Енді жаңағы жасаған кремімізді 3-ке бөліп салып жайып шығамыз. Холодильникке қоямыз, кремі кішкене қату үшін. Енді ванильно-малиновый трайфл жасау үшін бізге сливки керек болады. Сон сливкиді миксермен араластырып, қою крем болғанша араластырамыз. Манағы дайындап қойған англис кремімізді сливкиге қосамыз. Екеуін жақсылап біріккенше араластырамыз. Креміміз дайын. Бұл кремді морозильникке салып қатырып, мороженое қылып жеуге де болады. Мороженое рецепті дәл осындай. Осылай ыдысқа кремімізді азғантай құйып аламыз. Бисквиттерімізді қойып шығамыз. Енді әрқайсысына үстіне крем құйып шығамыз. Жаямыз, үстіне малина себеміз. Бұны да холодильникке қоя тұрамыз. Енді шоколадный бисквитімізді кесеміз. Ыдысымызға азғантай крем жағып, бисквиттерімізді қойып шығамыз. Бұл жаңағы жасаған дипломат креміміз. Ванильно-малиновыйға да осыны қолдандық. Қалған кремді осы үшеуіне бөліп салып шығамыз, жаямыз. Енді мен осылай банан кесіп қойдым, үшеуіне бөліп саламыз. Бұл жерде 2 банан. Бұл шоколадны банановый трайфлы. Бұны да холодильникке қоя тұрамыз. Енді черный лес трайфлын жасаймыз. Кремін ол үшін бізге творожный сыр, сливки, қант керек болады. Үшеуін миксермен жақсылап біріккенше крем болғанша араластырамыз. Миксердің жай жылдамдығында араластырасыздар, өйткені сливкеміз шашырап кетуі мүмкін. Жайлап скоростьті көбейтесіздер. Осындай қою крем шығады. Бұны біз кондитерлік мешокқа салып аламыз. Ыдысымызға азғантай крем жағып шығамыз. Үстіне бисквиттерді қоямыз. Енді басында дайындап қойған вишневый начинкамызды үшеуіне бөліп салып шығамыз. Жаямыз. Кремімізді сығып шығамыз, үшеуіне бөліп. Жаямыз. Бұны да холодильникке қоя тұрамыз. Ганашымызды дайындаймыз. Ол үшін бізге ақ шоколад пен сливки және темный шоколад пен сливки қажет болады. Бұларды микроволновкада жақсылап ерітіп аламыз. Араластырамыз біріккенше. Егер ысқылтым болса, кішкене суытып қоямыз. Сосын барып жағамыз. Трайфлдардың үстіне сосын құямыз. Бізге ақ ганаш ванильно-малиновый мен рафаэлло трайфлдарына керек. Солардың үстіне бөліп құйып шығамыз. Осылай жайғастырамыз. Рафаэлло трайфлына мен кокосовый стружка сеуіп шықтым. Өздеріңіз қалауыңызды сәндейсіздер. Енді темный шоколадтан жасалған ганашты черный лес пен шоколадно-банановый трайфлдарына құйып шығамыз. Жайғастырамыз.
Енді өз қалауыңызша сәндеп шығасыздар. Осымен біздің трайфлдарымыз дайын. Дайындап көріңіздер, ас болсын.